Қазақстанда кедейлер барған сайын көбейіп келеді. 2026 жылдың 1-тоқсандағы ақпарат бойынша 1 миллионға жуық адамның нақты табысы ең төменгі күнкөріс минимумнан төмен болған. Сондай орташа жалақы 460 мың теңге статистика қайда кетті? Расымен кедейлер көбейіп келе ма? Бірге тексеріп көрейік. Ұлттық статистика бюросының дерегінше 2026 жылдың 1-тоқсанда табысы төменгі күнкөріс деңгейінен төмен, яғни 64.200 теңгеден төмен халықтың үлесі 4,9% болған. Бұл өткен жылы көрсеткішпен салыстырғанда расымен көп. Десе де 5 жылғы деректі қарасақ, мұндай халықтың үлесі көбеймеген байқаймыз. Негізіне кедейлік деңгейі дегеніміз тұтынуға пайдаланылған табысы бар халықтың үлесі ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табысы бар халық жатады екен. Қазақстанда жалпы 10 жылды қарайтын болсақ, кедейлік деңгейінің үлесі өте тұрақты. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халық санының антирекорд 2001 жылы тіркелді. Сол жылы халықтың 46,7% төменгі күнкөріс деңгейі анықталған. Содан бері ол деңгейге жетпеген екен. Ал сіздің табысыңыз өзіңізге жете ме?